Ассалаумағалейкум достар, сіздермен мен Зия Құлымбет. Бүгін біз Тенгрибанк жайлы әңгіме қозғаймыз. Тенгрибанк өз жұмысын жалғастыра ма, немесе Тенгрибанк жабылды ма? Осы сұраққа бүгін өз ойымды айта кетемін. Кеттік. Сонымен достар, Қазақстан қазір қиын жағдайда тұр. Мұнайдың құлауы, теңгенің құлдырауы, доллардың өсуі, әлемдік кризис, коронавирустың өршуі Қазақстанда. Бұлардың бәрі келерін әсерін әрине Қазақстанға тигізеді. Олардың бірі банковский сфера. Бәріміз білеміз, қазір Тенгрибанк өз юрлицо, физлицолардың ешқайсысына ақшаларын қайтарып бере алмай жатыр. Бұған орай не айтамыз? Бұған орай Тенгрибанк банкрот болды. Бұл бірінші қағидамыз. Екінші қағидамыз, әрине фонд гарантированного страхования ақшаларыңызды қайтарамыз деп жатыр. Мен сол жайлы біраз оқып шықтым. Уайымдамаңыз, қайтарамыз деп жатыр. Ол енді бір жақсы жаңалық шығар, бірақ бір жаман жаңалығы, оны қашан қайтарады, процесс қаншалықты ұзақ жүреді, ол тоже қазіргі ситуацияға өте қатты байланысты. Әрине көп адамдарға ол ақша бүгінге керек, дәл қазірге керек. Сол себепті процесстің ұзақ жүруі наоборот кері әсерін тигізеді. Сондықтан достар, бірінші правиланы біліп алайық. Кризис кезінде ешқашан кішкентай банктерге ақшаларыңызды салмаңыздар. Көп адамдар айтып жатыр, Капитал банк, Азия банк тоже жабылуы мүмкін деп. Вот сондай кішкентай банктерден өз ақшаларыңызды алып алыңыздар. Мен дәл қазір білуім бойынша Капитал, Азия банк, Жусан банк деген бар. Тағы да мен білмейтін басқа да банктер бар. Солардан өз ақшаларыңызды шығарып алыңыздар. Лучше кішкентай болмайтын банкке салғанша крупный банктерге салыңыздар. Мысалы, Халық банк, Каспийге салып қойыңыздар. Себебі оған государстводан көмегі әлде қайда тиеді. Себебі государствоға әрине бүкіл банктердің жабылғаны тиімді емес. Сол себепті олар банктер шетінен жабылмас үшін государство тек қана үлкен банктерге қаражат арқылы көмектесе алады. А кішкентай банктерге олардың особо көмектесу желаниясы жоқ. Себебі қазіргі ситуацияға байланысты көптеген государство ақшалай қиындық көріп жатыр. Солардың бәрі кері әсерін кішкентай банктерге тигізеді. Бұл правиланы мен көбінесе миллионерлерден естідім. Ешқашан ақшаларыңызды бір корзинада ұстамаңыздар, достар. Егер сіздерде мысалы қолдарыңызда 5 миллион теңге болса, сол 5 миллион теңгені сіздер үш банкке бөліп қойыңыздар. Мысалы, Халық банк, Каспий банк, Home кредит деген секілді. Примерно айтып жатырмын. Оны өздеріңіз шешесіздер, қай банкке салатыныңыздарыңызды. Соған байланысты достар, сіздерде финансовый грамотность болу керек. Кризис кезінде әрине ақшаларыңызды долларға айырбастаңыздар. Долларға айырбастап наличкамен ұстағандарыңыз әлде қайда тиімдірек. Теңгемен ұстасаңыздар өте көп ақша желінесіздер. Сол себепті лучше долларда ұстағандарыңыз жөн. Тенгрибанктан ақша ала алмай жүрген адамдарға айтарым, сіздің денсаулығыңызға ешбір ақша жетпейді. Сол себепті бәріміз сабырлық танытайық. Сондықтан достар, правилаларды біліп алыңыздар. Кіші банктерде ақшаларыңыз болса, олар тез арада шешіп алыңыздар. Сіздермен болған Зия Құлымбет, барлығымызға сабырлық және келе жатқан Рамазан айы құтты болсын. Егер видео ұнаса, комментарийдің астына сұрақтарыңызды қойып, видеома лайк басып тіркеліп отырыңыздар. Сіздермен болған Зия Құлымбет.